Қайырлы таң. Бүгін мен juda біраз жайырақ тұрып жатырмын. Сағат 9:30 кезінде тұрдым жаңа. Сол почему-то. Сол күндеріңіз сәтті өтсін. Сол қасымнан енді ашайын деп жатырмын. Осындай штор. Бәрін içeri sayық. Даланы көрейік. Кеше қар деген жауды ғой, тоқтамай. Қыс болып қалды, опять. Алдында көктем бақа өтті. Бір болайық көріп жатырмыз. Мына жерде қуаныш отыр. Ана мультигін қарап, тамағын жеп. Мен сол, как всегда, чөп чай дайындаймын. Кеше печеночный чай іштік тағы. Бүгін тағы да мына зердейканы іше берейік деп қуаныш ішпей қойды сол күйі. Сол мен витаминный болған соң ішейін деп сол заварить чай қайнаттым. Сразу тақты құюға болмайды дейді ғой, сол үсті біраз банканы жылытып алып құямын. Пайдасы болатын шығар деп енді ішіп жатырмыз чөп чайларды кей кездері. Тағы да түрін көрсетіп қояйын зердейканың. Білмеймін, детский болса да іше салайын деп жатырмын. Босқа тұрама деп. Әлі тақанды жазылған жоқпын. Қасымнан ішу керек. Бір түрлі отырмын, басын ұрып тұрмаған екен. Бала столға шығып алды. Ақырын құлақ алма. Ой Алла. Сонымен бүгінгі күніміз осылай өтті. Видео болдық бүгін. Бір қызық бізде бүгін ана тиктоктан прямой эфирға бірінші рет кірдім бүгін. Қызық екен. Сол айтатын әңгіме жоқ жерде просто. Кірсем просто адамдар тоже кірді. Үндемей шығып кеттік. Жарайды. Қайырлы түн, ертеңге дейін көріскенше.